Сәлем достар, сіздермен бірге Ақмарал. Бүгін мен сіздермен керемет бір лайфхакпен бөліскім келіп тұр. Үйлеріңізде осындай файл болса болғаны, бешбармақтың қамырын қалай дұрыс сақтау керектігін көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырымыз керемет болып шығады. Морозилингтен аласыздар да сорпамызға салып пісіріп ала беретін боласыздар. Езілмейді, ештеңе де қылмайды. Өте дәмді қамыр болып шыға келеді. Ал енді қамырымызды илеуге кірісе берейік. Бір жұмыртқамызға 300 мл су құйып, бір қасық тұз қосып, жақсылап қаттылау етіп қамыр илейтін боламыз. Жалпы мантының, пельмені, ханым, бешбармақтың қамырын әсіресе қаттылау илесеңіздер жайылғанда оңай жайылады, әдемі болып жайылады. Ең бастысы езіліп кетпейтін болады. Бұл жерде мен 3 суалаға қамыр илеп жатырмын. Егер де сіздерге сәл аздау керек болатын болса, 2 суалаға 200 мл су құйып, қамыр иле беретін боласыздар. Мен 300 мл-дан 3 суала қамыр шығарамын. Қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, средний 3 суала қамыр шығады. Қамырымызды қайта-қайта илеп, ұюын қандырған соң, бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз да, осы қамырды 3-ке бөліп, тағы да бір қайтарып, тағы да бір жарты сағатқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Қамырдың негізі осы бір қайтарғаннан кейін қайтадан қайтармаңыз. 3-4 рет қайтарылған қамыр қатты болып, жайылған кезде тырысып, жайылмай кететін болады. Сол себепті де бір рет қайтарған кезде жақсылап қайтарып алыңыздар да, бетін жауып жарты сағатқа тағы да демалдырып қойыңыздар. Сол кезде қамыр оп-оңай жайылатын болады. Жарты сағат өткен соң ұнымызды сеуіп, қамырымызды жаюға кірісеміз. Мінекей менде осындай қамыр пайда болды. Онды негізі жайған кезде көп сеппеңіздер. Бұл қамыр қаттылау болып иленгендіктен қатты ұнтақтың керегі жоқ. Ал егер де қамырды илеген кезде жұмсақтау қылып илеп қойсаңыздар, сол кезде ұнтақ себулеріңіз керек болады. Өйткені жұмсақ болып иленген қамыр жабысқақтау болып келеді. Сол себепті қамырды илеген кезде қаттылау қылып илеуге тырысыңыздар. Ал енді қамырды файлдың размеріне қарай бөліп алатын боламыз. Бұл қамырды мен 2-ге емес 3-ке бөлдім. 2-ге бөлсем уже файлдың сыртына шығып кететін еді. Сол себепті 3 бөлікке бөліп алдым. Бұл жерде мен примерно өлшеп, көзбен өлшеп бөлдім негізінде. Егер де сіздер 4 бұрышты болып, прям размерлері бірдей болсын десеңіздер, өздеріңіз сантиметрмен өлшеп кесіп алсаңыздар болады. Қамырымызды кесіп алған соң, әр файлдың ішіне бір-бір қамырдан салып шығатын боламыз. Қамырды файлға салған кезде екінші қолдарыңызбен қамырдың бас жағын ұстап тұрсаңыздар, қатты жылжып кетпейтін болады. Кішкене бір шетін ұстап сілкіп жіберсеңіздер, қамыр өз орнына келе беретін болады, және де екінші бетін аударып дұрыстап жіберсеңіздер болады. Және де тағы бір оңай жолын сіздерге көрсетейін. Үйлеріңізде файлдың размеріне келетін, файлға сиятын жұқалау доскаларыңыз болатын болса, видеодағыдай қамырды бетіне қойып, және де асты жағынан кішкене бас жағынан қамырды қалдырып қойсаңыздар, файлға салған кезде қолдарыңызбен кішкене ұстап, досканы тартсаңыздар, оп-оңай әрі тез қамырды салып шығатын боласыздар. Егер де ондай доскаларыңыз болмаса, А4 парақтың 5-6-ауына қамырды қойып, файлға салып шықсаңыздар да болады. Негізінде қолмен салып шықсаңыздар да ешқандай қиындығы жоқ. Достар, міндетті түрде осы әдісті қолданып көріңіздерші, өте ыңғайлы екен. Қараңыздар, файлдың ішінде қамыр теп-тегіс әдемі бір келкі болып тұр.
Әсіресе қонақ келетін кезде 2-3 күн алдын немесе 1 күн алдын қамырды жайып файлға сақтап қойсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Қонақ келетін кезде қамыр жайып, әбішіп жүрмейсіздер. Бұл қамыр кәдімгі свежий қамырдан ешқандай айырмашылығы жоқ. Сорпаға пісіріп алған кезде сол свежий қамыр сияқты әп-әдемі болып езілмей шығатын болады. Қараңыздар, мінекей уже қатырылып қойған қамыр. Файлдан оп-оңай шығатын болады. Ешқандай қиындықсыз жабыспайды. Файлдан алған кезде оп-оңай алып, суға, сорпаға пісіріп ала беретін боласыздар. Достар, менің сіздерге ұсынған лайфхакым ұнап жатса, міндетті түрде комментарияға жазып, өз ойларыңызбен бөлісіп кетсеңіздер, мен қуанып қаламын. Және де осы видеоны жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Барлық қыз-келіншектер білу керек әдістің бірі. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, және де астарыңыз дәмді болсын.